яғни біздер сабағымызды бастамас бұрын, яғни топшаға бөлу үшін мында карточкалық сұрақтар тұр. Сол карточкалық сұрақтарға жауап беру арқылы топқа бөлініп отырасыздар. Студенттер, яғни біздер жаңа карточкалық сұрақтарға жауап бөлу арқылы топқа бөліндік. Яғни сіздердің бұл карточкалық сұрақтарында қандай сұрақтар болды? Кім айтады? Айтады. Бұнда да ең көп қолданылатын жең бұл қондырма жеңдейді. Жақсы. Иығынан жарақат алуына байланысты дизайнерлермен арнайы жең пішімін ойлап тапқан жең бұл реглан жең болып аталады. Келесі топ. 2005 жылы дизайнер Кензо Такада ойлап тапқан жең ол тұтас пішілген жең. Келесі топ сіздер айтады. Матаны үнемдеу мақсатында қолданылатын жең бұл аралас жең. Жақсы. Осы сұрақтарға жауап беру арқылы біздің бүгінгі тақырыбымыз қандай тақырып деп ойлайсыңдар? Кім айтады? Айтады Ақжар. Бүгінгі тақырыбымыз жең туралы. Жең туралы, жақсы. Қандай жең туралы деп ойлайсыңдар? Айтады Әсем. Әртүрлі жеңдер туралы. Әртүрлі жеңдер. Біздің сабағымыздың тақырыбы жеңдері түрліше пішілген бұйымдарды өңделу ерекшелігі. Енді осы бүгінгі сабағымыздың тақырыбына байланысты қандай мақсат қоямыз? Кім айтады? Жеңдердің қалай өңделуі жайлы техникалық шарттары және негізгі білім бағытын білу керек. Тағы да кім қосады? Жеңдердің қиықтарын білу мақсатында. Жеңдердің тағы жеңдердің пішім бөлшектерін білу туралы. Тағы айтады. Техникалық сипаттамаларын Техникалық сипаттамалары. Яғни біздің сабағымыздың мақсаты бүгінгі әртүрлі жеңдердің өңделу ерекшеліктерін, техникалық шарттарын, пішінді бөлшектерін, қиық атауларын сіздер біліп және меңгеріп шығуларыңыз керек. Бұл сабағымыздың негізгі мақсаты. Енді күтілетін нәтиже осы тақырыптан, яғни әртүрлі жеңдердің өңделу жолдарының айырмашылықтары мен бір-біріне ерекшеліктерін осы сабақта сіздер бекіту сабағында біліп шығуларыңыз керек. Яғни әр топ өз топтарының көшбасшыларын топ арасында сайлап алыңдар және мінекей бағалау парағын көріп тұрсыздар ма? Әр бөлім бойынша көшбасшы топты бағалайсыңдар. Балдық жүйемен сабақтың соңында бағалау арқылы парақ арқылы сабақты бағалаймыз. Көшбасшылардың өздеріңіз сайлап алыңыздар. Әр топ бастамас бұрын кішкене өткен тақырыпты есімізге түсіріп жіберейік. Яғни ежелгі египеттік парсылық ассириялықтарда жең болмаған, бұл сән үлгісі алғаш рет византиялықтардан келген, яғни 12 ғасырдан бастап Европада қондырма жеңдер пайда бола бастаған. 17 ғасырдың соңында, яғни 19 ғасырдың 20 жылдарында жеңдер түрлі өзгеріске ұшырап, яғни әртүрлі жеңдер өзгеріске ұшыраған. Енді жерде бұл сабақтың тақырыбын сіздер сабақ барысында ашасыздар. Мында жең түрлері, тұтас пішілген, реглан жең, қондырма жең, аралас жең болып бөлінеді. Қондырма жең түрлері формалары тік, жең аузы тарылған, жең аузы кеңейтілген, жең аузы қаттамамен өңделген, жең аузы фонарик жең, қанатша тәріздес жең. Көріп отырсыңдар ма? Қондырма жең түрлері. Ұзындықтары бойынша қондырма жеңдер қысқа, ұзындықтары орташа және жең ұзындықтары білезікке дейін. Сонымен бірге реглан жеңдері.
реглан, нөлдік реглан погон, реглан иініш, жартылай реглан болып бөлінеді. Енді осы жаңа өткен тақырыптар бойынша кішкене ғана бейнетаспа көріп жіберейік. Қондырма жеңді өңдеу үшін алдымен иық бүйір тігістері біріктірілу керек. Қондыра көктеу жең жақ бетінен. Арнайы машинада бұйым жақ бетінен торлау. Жең түгін жия тіктеу. Қондырма жең дайын. Яғни, осындай біздер өткен тақырыптардан, яғни шолу жасалды. Енді студенттер, әрі қарай біздің кезеңін, сұрақ жауап кезеңі. Жеңді қолтық ойынсына біріктіру жолдарын кім шығады? Әр топтан, яғни әр топтан шығып отырайық. Мұнда Аида шығады. Әр топтан шығайық. Ойынсына қол жұмысы, қондыра көктеу болып табылады. Науда? Келесі. Жақсы, келесі сұраққа кім жауап береді? Екінші топтан Айнагүл шығады. Сұрақты оқи ғой. Қондыра тігу тігістені 10 мм. 10 мм. Келесі үшінші топта Ақнұр шығады. Қолтық ойынысын неше бөлікке бөлеміз? 5 бөлікке бөлеміз. Жақсы. Келесі шығады. Альфия. Жең аузының қайыру ені 30-40 мм. Келесі сұрақ. Қондырма жеңді қолтық ойынысына қондыра тігу. Жақсы. Енді бір оқушы шығып тексерсін. Арай шығады. Мынаны аша ғой, не керек? Оқи ол. Жеңді қолтық ойынсына қол жұмысы, қондыра көктеу 11 дұрыс. Қондыра тігу тігістені 16-10 мм дұрыс. Қолтық ойынысын неше бөлікке бөлеміз? 5 бөлікке дұрыс. Жең аузының қайыру ені 30-40 мм дұрыс. Дұрыс қондырылған жең қалтаның 3/2 бөлігін жауып тұрады. Дұрыс. Үтіктің ұшы жеңге қарай енеді неше сантиметр? 20-25 мм дұрыс. Қондырып көктеу тігістені 15-9 мм дұрыс. Қондырмай жеңді қолтық ойынсына машина жұмысы, қондыра тігу дұрыс. Екінші кезең сұрақ жауап кезеңі. Кімнен бастаймыз? Жақсы, жаңа шығады. Үстіңгі және астыңғы тігісі бар жең қандай бөлшектерден тұрады? Алдыңғы шынтақ бөлшектерден тұрады. Келесі. Тоғжан. Келесі Тоғжан шығады. Алдыңғы және шынтақ тігісі бар жең қандай бөліктерден тұрады? Жоғарғы. Келесі Шынар шығады. Бір тігісті реглан жең бүкпе. Яғни бүкпе болады. Келесі Маржан шығады. Тұтас пішілген жеңнің иық қиығын көктейді артқа бойдан. Келесі Ақмаржан. Реглан погонның ерекшелігі бұл яғни иықтығына параллель болады. Келесі қайтты оқиды. Шығады. Ақшақтың шықпаған оқушылар атсалысып отырында. Жартылай реглан желінің ерекшелігі иықтың кез келгенде төсінен басталады. Келесі қайтып шығады. Алида. Сұрақты оқи ғой. Жең түбін жа түктейді.
Жақсы. Енді осы жерде тексеріп жіберейік. Дұрыс жауаптарын. Қатесі болса сызасың. Үстіңгі және астыңғы тігісі бар жең қандай бөлшектерден тұрады? Алдыңғы және шынтақ бөлшектерден дұрыс. Алдыңғы және шынтақ тігісі бар жең қандай бөлшектерден тұрады? Жоғарғы және төменгі бөлшектерден дұрыс. Бір тігісті реглан және ерекшелігі бүкпе дұрыс. Бүкпесімен ерекше. Тұтас пішілген жеңнің иық қиығын көктейді, артқы бойдан дұрыс. Реглан пагының ерекшелігі иық қиығына параллель дұрыс. Жартылай реглан жеңінің ерекшелігі иық тігісінің кез келген нүктесінен дұрыс. Жең түбіні түктейді, жия дұрыс. Жақсы. Енді студенттер, біздер әрі қарай біздің сабағымыз, яғни постер толтыру. Постер толтыру уақыты 5 минут, әр топтан 2-3 стикер қорғайды. Постерге қойылатын талаптар таза, мұқият, кестелермен, сызбалармен толтыруға болады. Және осы постер толтыру кезінде мен сіздерге конверттер берем. Осының ішінде қажетті материалдар бар. Алып, қолдануларына болады. Аралас. Тақырыбымыз қондырма жең. Қондырма жең ол қолтық ойындысына қондырылу арқылы орындалады. Қондырма жеңнің формасы ол тік, тарылтылған немесе кеңейтілген болып келеді. Қондырма жеңнің ұзындығы ол қысқа, орташа немесе ұзын болып келеді. Яғни ол қолдың 4-тен 3 немесе 7-тен 8 бөлігін алады. Қондырма жеңде бір тігіс және екі тігіс болып келінеді. Бір тігісті жеңді өңдеу. Бір тігісті жеңді өңдеу. Бірінші, жеңнің қиықтарын теңестіріп 0,9 мм көктеп аламыз. Сосын сырып тігеміз 10 мм-ге. Сосын көктеу жүгін суырып торлаймыз алдыңғы қиық жағынан. Сосын жатқыза үтіктейміз шынтақ қиығына қарата. Сосын жеңнің аузын өңдеу. Бірінші жеңнің аузын оң жағынан торлап аламыз. Сосын бүгіп көктейміз 15 мм-ге. Сосын бастыра тігеміз 10 мм-ге. Сосын бастыра үтіктейміз арнайы мат арқылы үтік температурасын қадағалаймыз. Сосын жеңді қолтық ойындысына қондыру. Бірінші көктеп аламыз жең жақ бетінен 9 мм-ге. Сосын сырып тігеміз жең жақ бетінен 10 мм-ге. Сосын торлап аламыз бұйым жағынан. Сосын жия тіктейміз жең жақ бетінен. Келесі екі тігісті бірінші алдыңғы қиығын соза түктейсің. Алдыңғы қиығын соза түктеу, ол операция солдан оңға қарай орындалады. Және де сол алдыңғы қиығын соза түктеген жерімізді көктеу жүргіземіз 0,9 см-ге. Одан кейін оны сырып тігеміз 1 см-ге, көктеу жібін суырып айыра түктейміз. Келесі жеңнің ұзындығын дәлдейміз, қайыру сызығын белгілейміз. Қайыру сызығына 1-2 мм жеткізбей қатырма жабыстырамыз. Сосын шынтақ қиығын 0,9 см көктейміз. Яғни оң жақтарын беттестіріп, қиықтарын теңестіріп, шынтақ бөлігінде кішкене отырғызамыз да, отырғызған жерімізді жия түктейміз. 0,9 см көктеп болғаннан кейін 1 см-ге сырып тігіп, көктеу жібін суырып, жатқыза түктейміз. Жең аузын өңдейміз. Бірінші 1,5 см-ге бүгіп көктеп аламыз да, 1 см-ге бастыра тігеміз. Көктеу жібін суырып, баса түктейміз. Осы жерде студенттер, яғни 2 жұлдыз бір тілек айтады. Кім айтады? Өте жақсы толықтай түсіндірді және эстетика жағынан өте әдемі болып шыққан. Толықтай түсіндік. Ұсынысың бар ма? Ұсыныс жағынан жоқ деуге болады, өте жақсы дайындалған. Тағы кім айтады? Айтады салдар. Бұнда барлығы толық айтылды. Оларға ұсыныс жоқ, жақсы толтырылған. Жақсы бәрі. Бәрі жақсы да, жақсы отыра ойындар. Келесі топ ойындар. Үлгілерімді алып келіңдер. Шығу тарихы жалпы 1852 жылы барон регламентті әскери қызметкер өзінің иығын жарақаттап алғаннан кейін дизайнерлер оған арнайы ыңғайлы етіп реглан жеңді ойлап тапты, бірақ та реглан жеңді дизайнердің атымен емес, осы иығын жарақаттап алған адамның атымен аталған болады.
реглан жең бул 5 түргө бөлүнөдү. Реглан жең, нөлдүк реглан және реглан погон, ийинчи реглан және жартылай реглан болуп бөлүнөдү. Реглан жеңнин мында мойнунун кез келген нүктесинен башталады, ал нөлдүк реглан бул мойнунун нөлдүк нүктесинен башталады, ал реглан погон ыйыкка параллель жатады. Ийинчи реглан кеуденин кез келген нүктесинде, яғни онун формалары ар түрлүү болуп келеді. Жартылай реглан бул ыйыктын кез келген нүктесинен башталады. Реглан жеңнің ең бірінші ерекшелігі бұл бүкпе болуы, және де басқа жеңдерге қарағанда басқа жеңдерде ең бірінші жаға өңделіп, содан кейін жең қондырылса, реглан жеңде ең бірінші жең қондырып, содан кейін жаға қондырылады. Реглан жеңнің өңделүү жолу бунда ерекшелиги ыйыкпен бирге өңделеді, және бүкпеси болады. Бунда ең бірінші жең қондырып көктеледі де, кейін оны қолтықтың нүктелеріне келістіріп, қондырып тігіледі. Және бір жақ жағына жатқызып, бұйым жағынан торланады. Және реглан жең бір тігісті, екі тігісті, үш тігісті болып бөлінеді. Сұрақтар ма? 2 жұлдыз бір ұсыныс айтамын. Постер жақсы қорғады, және бұл постердан барон регланның суретін көріп тұр. Ал ұсыныс айта кететін болсам, постерда сөзбен толықтыру керек еді. Барон регланның суретін көріп тұрып дейді. Жақсы отырады. Келесі топ. Яғни тұтас пісірілген жен. Женнің тарихына келетін болсақ, оны 1970 жылы дизайнер Кензо Такада ойлап тапқан болатын. Бұл жен қолтық ойындысынан бел сызығына дейін созылады. Оның ерекшелігі, яғни алдыңғы бөлігімен, ал артқы бойы шынтақ бөлігімен тұтас пішіледі. Және бұл женнің жоғарғы бөлігі бұл иық қиығы, ал төменгі бөлігі бүйір қиығының төменгі бөлігі болып саналады. Тұтас пішілген жеңнің өңделу жолына келетін болсақ, алдыңғы бойын артқы бойды ылғалды жұмыстар өткіземіз. Былай айтқанда соза түктейміз. Және көктеу алдыңғы және артқы бойдың оң жақтарын беттестіріп, қиықтарын теңестіріп, артқы бойда көктейміз. 10 мм алдыңғы бойда. Және де көктеу жібін суыру 5-6 см сайын көктеу жібін суырамыз. Сосын торлау, одан кейін жатқыза түктеу. Егер мата қалың болса, айыра түктейміз. Егер мата жұқа болса, артқы бойға жатқыза түктейміз. 2 жұлдыз бір тілек. Ұсыныстарың бар ма? Жақсы плакат жақсы толтырған, мәліметтер жақсы, өте жақсысында ұсынысым жоқ. Бұл постерді дизайнер Кензо туралы естіп жүретін, суретін жаңа көріп тұрмын, және де қыздардың сөйлеу мәнері керемет, ал ұсынысым мәліметті көбірек айтса. Аралас жеңнің басқа жеңдерден ерекшелігі алдыңғы бойы қондырма жең болып келеді, ал артқы бойы тұтас пішіледі. Үстіңгі иық тігісінің үстіңгі тігісі артқы бойдың жалғасы болып келеді, ал алдыңғы төменгі тігісі бүйірінің жалғасы болып табылады. Біз аралас жеңнің қолтық ойындысын қондырып көктеп, қондырып тігеміз. Бұйымды ішіне қарата жатқызып түктейміз. Және де бүйірін артқы бойдан көктеп, алдыңғы бойдан сырып тігеміз 10 мм-ге. Және де 1022 класс машинасымен тігеміз, 51 А класс машинасымен бұйымды торлаймыз. Сондай-ақ аралас жеңнің тағы да бір ерекшелігі матаны үнемдеу мақсатында қолданылады. 1 тігісті, 2 тігісті, 3 тігісті болып келеді. Сондай-ақ бұл аралас жеңнің тағы бір ерекшелігі иығы үлкен пішінді әйел адамның иығын кішірейту мақсатында осы аралас жеңді қолданғанда иығын кішірейтіп көрсетеді. Сондай-ақ мына жерде көріп тұрғанымыздай аралас жең үстіңгі бір тігісті болып келеді, алдыңғы бойда қондырылып тігіледі, ал артқы бойда тұтас пішілген болып келеді жең. Стиль түріне келетін болсақ, классикалық стильдерде көп қолданылады. Ал силуэті жағына тік, жартылай қынамалы болып келеді. 2 жұлдыз бір тілек. Бұл постерде өте әдемі толтырылған. Жақсы жеткізілді, бізге ұсыныс жоқ. Ұсыныс бар, суреттерді көбірек жабыстыру керек. Жақсы. Тігіс ені, қандай машиналар қолданатынын айтып кетті. Яғни толық мәлімет алған сияқтымыз да. Енді әрі қарай сабағымызды жалғастырамыз.
қою технологиясы бойынша сөздіктердің үш тілге аудармасын тауып ойнаймыз яғни. Бастаймыз. Алдыңғы ой. Алдыңғы ой полочка. Артқой speak back. Жақсылап дауыстарын шығарып айтамыз. Дресс, көйлек, платье. Жайлап. Аралас жел. Кабинет слейвис. Бер. Реглан жең. Реглан жең, рукава реглан, реглан слейвис. Күртеше, жакет, джекет. Тұтас пішілген жең. Таз пішілген жең, цветокроный рукава, ламинный слиз. Жең, рукава слейвис. Қондырма жең. Қондырма жең. Қондырма жең, торчный рукава, плечи слиз. Болды. Киім. Одежда, клозис. Болды. Жақсы. Яғни біздер бұл тапсырма алдын ала сіздерге берілген болатын. Осы 10 сөздің, яғни қазақша, орысша, ағылшын сөздерін жаттап, оқып, ізденіп келіңдер депті. Әрі қарай. Енді студенттер. Енді қарап отырсақ, тақырыптар қорытылады. Бірақ біздер жеңдердің сабақты қорытындылай келе бөлшектері, қиық атаулары, негізгі жіп бағыттары айтылмай қалды. Сондықтан да қазір мозаика құрастыру арқылы жеңнің бөлшектерін тауып, қиық атауларын, негізгі жіп бағытын табамыз. Бірінші сұрақ. Алдыңғы және артқы боймен бірге пішілетін жеңді атаңыз, ол тұтас пішілген жең болып. Жақсы, құрастырағы. Арттан төмен қарай түсіп, құрастырағы. Яғни, бұл қандай бөлшек? Тұтас пішілген жең болып. Алдыңғы бойы. Алдыңғы бойы. Яқа қиықтарын атай ғой? Мойын ойындысы, өңір жиегі, бел қиығы, бүйір қиығы, жеңнің астыңғы қиығы, жең аузы және иық қиығы немесе жеңнің үстіңгі тігісі болып келеді. Негізгі жібінің бағыты ол өңір жиегіне параллель болып келеді. Жақсы, отырамын. Келесі топтан. Кім шығады? Бір тігісті реглан жеңде міндетті түрде болады, бүкпе болуы тиіс. Құрастырағы. Осы реглан жеңнің, яғни бөлшектері, қиық атауларының негізгі жібін бағытын айта ғой? Реглан жең бұл қолтық ойындысы, мойын ойындысы, қолтық ойындысы, алдыңғы қиық, жең аузы және шынтақ қиығы. Бұл бүкпесі, бір тігісті реглан жеңнің бүкпесі. Бұнда негізгі жіптің бағыты алдыңғы қиықпен бағыттас болып келеді. Немесе матаның негізгі жібімен бағыттас болып келеді. Жақсы, отырағы. Келесі. 1-2-3 тігісті кең таралған жең, ол қондырма жең. Бұнда қиық атаулары жең түбі, сосын алдыңғы қиық, сосын жең аузы, шынтақ қиығы. Студенттер, яғни біздер сабағымызды қорытындылай келе бағалау парақтарын шығардыңыздар ма? Топ басшылары бағалаңыздар. Жақсы, тұтас пішілген жең топтарын неше оқушы 5 алыпты? 2 оқушы 5 алды. 2 оқушы 5 алды. Қалғандары? 4 алды. Келесі. Бес алғандар бұл өтемінде. Қалғандары 4 алды. Бізде
үш оқушы бес алды. Райхан, мен және Айгөргем. Қалып екеу төрт алдыңдар да? Сіздерде үш оқушы бес алды. Рошан, Алида, мен. екі оқушы төрт алды. Жақсы. Яғни біздердің бүгінгі әртүрлі пішілген жеңдердің өңделу жолдарын, техникалық шарттарын, бөлшектердің атауларын, қиық атауларын сіздер біледі деп әрі қарай есептеймін. Сондықтан бүгінгі сабақ аяқталды. Үйге тапсырма. Әртүрлі жеңдерге байланысты тест сұрақтарын оқып келу. Сабақ аяқталды. Сау болыңыз.